Так, мен свалкага соғып кетпесем, мана деген бір дос балам айтып отыр еді, косой. Мына свалкаде ескі машиндерден бір өзіңе керек жарағыңды ала аларсың деп. Так, мына жермейді свалка, ана жер болу керек, қателеспесем, мына жерде дым жоқ. Так, мынаны мен деген мына жерге қойып қоямын машинамды, ешкім көріп қалмас үшін. Так, ішінен мен деген мен мылтығымды тығып қоямын, құрсын, ё-моё, ешкім көріп қалмасын менің мылтығымды. Бандит екенін біліп қалмасын. Так, қарапайым бандитпіз ғой, қарапайым. Так, мен мына жерде ме еді свалка? Осы жерден қараймыз да не қыламыз? Осы жерде жаймен қарай берейік машинамызға керек заттарды. Машинамен жүргеніме, ё-моё, 2 жыл болды, нормальный машинаға ауыстыруым керек. Надо мотор. Моторы деген по-любому маған келіспейді ғой да. Так, мотор келіспейді маған. Так, мен онда қай жаққа барамын вообще? Түсініксіз. Или мынаның ар жағын көру керек, осы жерлерді. Так, мына жерде секіре алмаймын, мынау деген аяғым тайғанап кетсін. О, не тағы? Жігіттер, адамдар асыру керек сияқты. Так, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мына жерде машина моторларын сұрап алып кетуге бола ма, или сатасыздар ма? Хорошо. Сөз, түсіндім. Кетемін өз жөніме, қарамаңыз дейді маған. Так, аналар сатпаймыз деді де, онда мен деген жаймен өзім былай. Осы тоқта. Өзім былай қарамасам, аналар ана есіктің аржағында тұр да. Так, мен артық звук шығармау керек. Артық звук шығармау керек. Так, мына жерде моторлар жоқ. Міне бір аккумулятор өшіп қалған. Ё-моё! Мыналар машина ұрлап жүр ме, немен өле? Так, мен ана машинаны не істеймін? Мына машина есігі ашық тұр екен. Так, мен ондай бетейін. Мына машинаны, осылай мінейік та, мына машинаны ұрлайық. Короче, мыналар сөйлеп отыр. Кет! Ойбай, кешірім сұрайын, кеттік. Мынандай машинаны ұрлап кету деген. Свалкаде машина таптым ау әйтеуір. Досым дұрыс айтқан. Свалкаге бар, машина табасың деп дұрыс айтқан мен досым деген. Красава досым. Енді аналар деген ментке айтса айта берсін, маған бәрі косойдың таныстары жетеді. Атак косой деген 5 жасымнан бері досым менің деген. Атак деген. Анау мент уже анаққа баратыр ма не? Менттен қашек құрсын. Анау мені қалай көрмей қалды? Көрдіңдер ғой, мына даусы деген, машинаның даусы деген мамаға отырған, мама, ё-моё. Тұр дедік кәдімгідей ырылдап тұр ғой, қасқырдың екіншісі ғой деген. Так, мен мына жерде фарымызды қосып жүрейік енді. Ережені сақтап, как положено. Мен деген жалдап жүрген үйімден де шығарып жүрді. Ё-моё, мен енді так, мен енді деген басқа қалтамда $350 бар, соған деген мен деген не істеуім керекпін? Үй тауым керекпін. Үйлер минимум $500 ғой, жалдау деген. Так, мына жерден сплошной кесе берейік. Опа. Ешкім көрген жоқ та, камера ештеңе жоқ та. Ештеңе етпейді. Так, мен мынау, тез жүрсеші, бауырым, тез жүрсеші, ё-моё. Еще деген тюнинг жасалған. Не додж па, не мынау, ё-моё, не машина. Қасқан машинаның атын да білмеймін. Мына жер кішкене кір болып жатыр екен. Мына жер чуть-чуть соғып алдым, енді ананы ашам деп. Енді мен деген так, былай кетіп қалсам, мынау не болып жатқан жерде мына жермен байқатпай өтіп кету керек. Короче, бізге кішкене бала өтіп кетейік. Енді машина айдап білеміз. Тоқта, біз енді нақын кетеміз. Енді кішкене машинаның сложно кетаға кесіп кеттім, ренжімеңіздер. Так, енді қасқа машинамыз дұрыс машина жоқ, қасқа сол машина тани алмаймыз в общем. Так, кетіп жүр, трассаға шығардым, қаншаға тақайды екен көрейікші. Мен уже 80-ге тақап тастады, ё-моё, уже 100-ге тақап тастады, ё-моё. Додж ба, не машина, ё-моё. Өзім де білмей отырмын мынау машинаның атын. Так,
жүзден асты уже. 110 110ға жете ма 110 болды уже. Ё-моё, кәдімгідей мынау жаман жүреді ғой мына машина деген. Так, мен деген бүйтуім керекпін. Так, мынау былай жүрсе, мына жерден былай кесіп кетсем, опа, так. Короче, мен деген үй тауым керекпін өзіме. Үй сол қазір әзірге жалдап алатын үй табу керекпін. Кеттік, лучше үй іздейік. Ё-моё, неше сағаттан бері жүрмін мен деген. Мені деген әлі менттер іздеп жүр. Мына жерде не бар? Ауайлашыш. Мына жерде шахта бар екен. Мен неше сағаттан бері менттер іздеп жүр. Ойбай, мен деген ноғым өшіп қалды. Так, мен былай өтіп кетсем бола ма екен? Байрам әки, қалай қарайсыздар? Бетше мен тіпті менттер іздеп жүр. Құрсыншты былай өтіп кетейік. Ойбай, кешірім сұраймын. Өтшеш, ё-моё, енді тез. Жүр. Так, мына жерден озып кетуге болады. Так, озып кетейік та. Так, мен деген мына жақын жерде не істеуге болатын жерді естідім. Так, жақын жерде осы жерлерде болу керек. Мына үй ме еді? Қайсы үй еді? Так, осы үй болу керек. Мына жерде хозяйка аяқта тұр. Мына жерде ұшын бір үй. Опа, осы жерге қойып қояйын. Машинаның ар жағына кішкене көрінбейтіндей қылып. Так, мынау өшіреміз. Так, енді мен деген былай келеміз де. Қара жүрейік. Опа. Енді мен мына жерде тұрып хозяйкасын күтуім керекпін. Маған хозяйкасы келем. Ойбай, мен қиратып жүрмін ғой. Ё-моё, бәрін не істеген бәрін. Так. О, бомж кетші, ё-моё. Жақындамшы адамға. Хуй, ё-моё, бомж. Так. Мен мына жерде адам күтуім керекпін. Ол мына жерде тұрмайды, ар жағында ма жолдың? Қалай болып кетті мынау деген? Клуб бар деген ғой мына жақ. Маған айтқан болатын ол деген, клубтың қасында или қарама-қарсы жерде тұрамын деп. Кетші, жынды мына қыз. Так, мына ана адамды так табуым керек. Мен оған айтқам кішкене алысырақ тығылып тұрасыз ба деп. О, мен менттер іздеп жүр деп айтқам. Так, мына жерде ешкім жоқ. Так, о, саламатсыз вообще. Сіз бе? Осы үйді жалға алайын деп едім ғой. Енді сізге мен деген немен жіберейін, телефонмен де. Сіз маған кілтті бере салыңыз, жақсы ма? Апа? Все, апа, рахмет, все, аударып қойдым ақшаңызды. Все, үйге кіре берсем болды ғой да? Хорошо, рахмет, апа. Так, мен уже мына кісіден деген короче, Каспийне ақша аударып, уже 350 теңгеге, 350 теңге емес, $350 мен деген бір айға үй жалдап отырмын. Енді мен деген үйіме кірейін, құрсын машинадан тұра берсін мына жерде. Так, енді үйімізге жаймен кірейік. Так, мен үйге кірдім, жаймен тексеріп жүрек. Мына жерде 4 пұшты немен өлен ол деген? Білмеймін, не жатқа тесік қоқып қойған мына жерге. Так, мына үй жақсы сияқты что-то бір айға болуға. Так, мына есікте не бар? О, спальня бар. Мына жерге енді мәш, әпше, мұнауыңыз де құрсын, ё-моё, мынауыңыз жинап кетпейсіз. Мен жинамаймын әтекті. Так, ішінде бәрі бар екен. Мен түрінде өйт қарақ қойып, о, красавчик болған, красавчик. Так, мен әпшең заттар тұра берсін құрсын, ё-моё. Жынды ма бірден әпшемізде біздің деген. Так, мына жерде ас үй, кәдімгі, ас үй өте керемет екен, ас үйлер деген. Все, мен осы жерде отырып, енді телевизор көре берсем болады шығар да, но енді мен үйім ғой енді деген. Не деген мен. Все, ертең деген ошым ана машинаны сатып жіберіп, так, ана машинаны сатып жіберсем, кассойға айтып документтерін жасатып алсам, или сатпаймын, или деген бұрынғы машинамды мен кассойға беріп тастайтын шығармын, может. Так, ошым мен деген бүгін деген күшті күн болды. Аңғара, апамыз деген мына заттарын алмапты ғой, ё-моё, шашып, үйді шашып тастап кеткен маған деген. Как будто мен жинақ қоятындай жинамаймын мен деген. Үй қандай болып тұр, сондай болып тұра беремін. Маған бәрібір мен бір ай тұратын адам ғой, мына деген. Так, осы мен деген кішкене телевизор қарап отырайын құрсын. Так, мына жерде мен деген телевизор қарайын десем, телевизордың пульті жоқ. Мынау колонканың пульті.
Мен телевизордун пультун каяктан табам? Апа? Мына үйдө дым жок курсун. Куртаккандай балдар тура ма мына үйдө? Эмне эле? Мына деген кандай үй? Ё-моё. Не телевизор карамайтын болдук ба не? Онда арактан іширик давай. Давай. Ойбей. Давай. Кайф. Ішіп алгансың, короче. Так, мына жерде дым жок баска. Мына жерде акча бирдеңе тастап кеткен жок бекен осы. Ұмытып. Так, мен мына жерде карайын. Дым жок экен мына жерде. Бир акча тастап кетет шығар десем, акча тастамай кетет осы деген. Так, мен түрім деген красавчик болады екен ғой енді. Ё-моё. Так, болды, все. Мен кішкене жатып енді ұйықтап алайын. Ертең бұйырса көреміз. Сәтті күн болайын деп тұр.